Assalamualaikum. Mақтарал ауданы Нұрлыбаев әкімшілігіне қарасты Қарақыр елді мекенінің медпункті. Assalamualaikum. Жақсы, аманшылық па? Ассалаумағалейкум. Тыныштық. Медбикелер бар ма? Бар ғой, іште. Мына жер 15 сотық участке бар екен ғой. Талдар шықпаған ғой. Тал егеміз, сол су келеді, көктем су күйдіріп жатыр ғой. Охо, әжептәуір кең екен ғой. 15 сотық участке бар екен ғой. Мынау қиямет екен ғой. Семет отырып қапты. İşte var mı adamlar? Var işte. Assalamualaikum der. Neyse. Selamünaleyküm. Medbikleriniz var mı? Yok. Selamet sizге. Файстар. Таныстырып қойсаңыз, өзіңіз кім боласыз? Мен участковый фельдшермін, осы жерде жұмыс істеп жатырмын. Жағдайларыңыз қалай? Жаралып жатқан жастар ма? Салон еші қайтеміз енді, жатамыз ғой, денсаулық керек қой. Печкада жағып тұрмыз, тоқ печкада тұр, бірақ суық, іші зәк. Суық болып, жаңбыр жауса су басып кетеді. Шиферлеріміз жарамсыз. Бұл комната? Бұл комната процедурлы кабинетіміз. Бұл комнатаңыз? Бұл смотровой комнатамыз. Тек екі бөлме жарамды бізге. Печка. Печка осы. Печканың күнде 3 метр жағылатын. Әрі охранник, оның әрі печникінің пәчелерді. Сымайды ма? Сымятыр, плиткада қойып жатырмыз. Так, мына үшінші бөлмелеріңіз? Мынау акшабинколкамыз бөлмеміз. Осындай жағдайда. Полымыз осындай. Полы тесік қой ма? Полы О, тесік. мынау аяқ келіп жатыр мына. İçinden krıza da çıkardı. Bu Midesi çıkardı. Бұл бөлме қандай бөлме? Bu bölme filtre bölmesi. Onday жарамсыз, terezeler sınıp ketken. Мынау тесік қой ма бұл? Неше ауыл тұрғындары қанша? 200 үй бар, 900 население. Мына дамыған. Алды екі қабатымыз бар, 52-3 жасқа дейін баламыз бар. Рахмет. Осы Қолымыз плесін басады, қолының плесін басып, өзімізді ауырып жүрміз. Амал жоқ, енді халық үшін жұмыс істеп отырмыз. Рахмет. Суық, өте суық іші. Пеште жағылады, не де қылады, бәрібір суық. Сіздер осы жерде? Мен осы жерде тұрмын, Шешенбек Бақытпын. Мынау біздің дамыған заманда осы медпункт аварийный состояниеда. Мен түсінбедім. Бұл дамыған заманда жақсы болу керек қой негізі.